Сәлеметсіздер ме? Менің атым Анара, нұрақан қызы. Канадаға иммиграциялық жасаудың көптеген жолдары бар. Бүгін соның ішіндегі бір программды таныстыратын боламын. Rural and the Northern Immigration Pilot деп айтылады. Менің жеке ойымда бұл әзірге шейін Канаданың мемлекеті шығарған иммиграциялық программның ішіндегі талабы ең төмен программның бірі. Сонымен бірге отырып көрейік. Жаңа айтып өткендей, бұл қыстақтық және солтүстік өлкелік иммиграциялық программ. Сонда біз айтып отырған қайсы қыстақтар, қайсы солтүстік өлкелер, бұны біз бірінші білуіміз керек. Бұл жерде қарап отырсаңыз, first one, participating community, бұл программға қатынасатын қандай қыстақтар, қалалықтар, қалашықтар бар. Бұл жерде 11 қалашықты бұл программға қатынасады деп айтылған. Біріншіден, мысалы, Ontario өлкесіндегі North Bay, Ontario өлкесі, бұл жерде ON деп тұрғаны Ontario өлкесі, Manitoba өлке, Saskatchewan өлкесі, ең астында тұрған BC, British Columbia. Бұл не деген сөз? Бұл сіз осы өлкелердің ішінен біреуін талдауыңыз керек. Сол арқылы Канадаға көшіп келуіңізге болады. Ал менің жеке ойымда, сіз осы программа арқылы Канадаға көшіп келем деп ойлайтын ойыңыз бар болатын болса, ең алдымен осы өлкелерді түсініп көріңіз. Мысалы, ол қаншалықты үлкен өлке, қандай жұмыс істеуге болады, адам жансандары қандай. Ал екінші мәселе, Канадаға иммиграция жасау үшін маған қанша ақша кетеді? Settlement fund негізіне бұл ақша неге кетеді деген, Канадаға бірінші жылға өзіңізге жеткілікті біраз ақшаңыз болу керек дейтін мақсат. Бұл ақшаны мемлекет алып қалмайды, сіз оны бар екенін дәлелдесеңіз болды. Бұл ақшаны сіз Канадаға кіріп болған соң өзіңіздің тұрмыстық қажетіңізге, өзіңіздің семьяңызға істететін ақша. Сонымен, жансанына байланысты сіздің өзіңізде бар болуға тиісті ақшаның саны да оқшамайды. Мысалы, бір адам келетін болсаңыз, 2290 Канада доллары бар екенін дәлелдеуіңіз керек. Екінші, мысалы, сіз бір семьямен келетін болсаңыз, семьяңызда 2 үлкен адам, 2 бала бар, 4 жансан дейтін болсаңыз, 4256 доллар, Канада доллар бар екенін дәлелдеуіміз керек. Қалайдан дәлелдеуге болады? Біз басқа видеолардың ішінде айтып кеткенбіз, сізге керек болса, біздің каналдағы басқа видеоларды тексеріп көріңіз, ішіне айтып кеткенбіз. Мысалы, картаңыздың ішінде сонша көп ақша тұру керек, бұл ақшаны 6 айға шейін сіз теспегеніңіз болу керек. Сол сияқты басқа факторлар бар. Ал сіз семья 7 жансан болатын болсаңыз, 6062 Канада доллар бар екенін дәлелдеуіңіз керек. Былай айтқанда, басқа програмдармен салыстырып көргенде, бұл жердегі settlement fund мына саны өте төмен. Ал енді сіздің оқу тарихыңыз, оқу қолыңыздағы диплом. Көп Канадаға келетін иммиграция програмдарының ішінде сіз жоғары postgraduate бітіруіңіз керек, үлкен дипломыңыз болу керек деп осындай талаптар айтады. Ал бұл программ, бүгінгі айтып отырған Rural and Northern Immigration Pilot, ода сізге деген оқу, үйренуге деген талабы өте төмен. Біз бұл жерде you must have one of the following. Бұл екеуінің ішінде біреу болса болды. Бірінші, Canadian Education Credential. Бұл айтқан, сіз Канадада оқыған болатын болсаңыз, Канадада жоғары ортаны бітірген болатын болсаңыз, ол болады. Болмаса, Канадаға келіп бір диплом, degree, колледждарға, университеттердің бір сертификетін қолыңызға алған болсаңыз, ол да болады. Болмаса, an educational credential assessment. Бұл жерде өз мемлекетіңіздегі, өзіңіздегі бар high school диплом, жоғары орта бітірген диплом. Әрине, сіз өзіңіздің қолыңыздағы жоғары орта бітірген дипломыңыз өз мемлекеттік тілінде болатын болса, қазақ тілде жазылған болуы мүмкін, болмаса Қытай тілде жазылған болуы мүмкін. Сіз бұларды Канададағы Credential Assessment Center
сіздің жаңағыңыз шын ба, өтірік па, Канаданың қаншалықты деңгейіне сәйкес дейтін осындай бір organization, institutionдар бар, ол сіздікі тексеріп береді. Бұл айтқанда өз қолыңызда high school дипломың болса болды, өз қолыңызда орта мектептің дипломы болса болды, оқу тарих жақтан. Тілге деген талабы. Канада ағылшын тіл сөйлейді, Франция тіл сөйлейді. Сіз не French, не болмаса English тілдің нәтижесі болу керек. Ал бүгінгі бұл програмның ішінде сіздің нәтижеңіз minimum language requirement for each category, CLB4. Бұл айтқанда сіздің тыңдау қабілетіңіз, сөйлеу қабілетіңіз, жазба, оқу қабілетіңіз CLB4 ең төмені. Осындай нәтижеңіз болса болды. Сіз біраз ағылшын тіл үйреніп жүрген адам болсаңыз, болмаса ағылшын тіл сөйлейтін болсаңыз, сіз білесіз, бұл жердегі CLB4 дегеніміз өте төмен деңгей. Сіз біраз уақыт, бір жыл, тіпті одан да аз уақытта кейбір адамдар CLB4-ға жете алады. Сонда тілге деген талапта өте төмен. Ал ең соңғы, әсіресе көп адамдар үшін ең қиын жолы да осы өлкелердің ішінен сіз екі мүмкіншілік. Бір, не болмаса сол өлкелерде оқуға келдіңіз, сол жерден оқу бітірдіңіз, сосын сол өлкеге қалып қаласыз. Осы программа арқылы қалып қалуыңызға болады. Ұзақты тұрғыны болып қалып қалуыңызға болады. Болмаса, екіншісі have qualified work experience. Ол жерден бір жұмыс тауыңыз керек. Жұмыс тауып, әрине, ол жерден әрқандай жерге бара бермейсіз, өйткені бұл өлкелердің өзінің талаптары бар. Мысалы, өзінде мындай оқшамайтын жұмыс берушілер бар. Осылар жұмыс берушілер арқылы сіз бір job offer алуыңыз керек. Жұмыс offer. Бұл адамның тіл қабілеті, өзінің бұрынғы үйренген кәсіптері бәрі бізге лайық екен деп сізді жақсы көріп сізді алам дейтін болса, әрине бұл жұмыс беруші бір орын, бір company сізге бір job offer беруі мүмкін. Бұл job offerді алған соң, әрине жаңағы өлкелер сізді federaldық government, мемлекеттік деңгейдегі федералдық мемлекетке сізді recommend қылады. Бұл адамды біз алып қалғымыз келеді деп. Сол арқылы сіз permanent resident, өз мемлекетіңізде тұрып, Канаданың жартылай азаматының куәлігін аласыз. Бұл айтқанда сіз куәлігіңізді үйіңізге жіберіп береді, сіз соны алып Канадаға кіруіңізге болады. Әрине, бұл жерде мен үлкен жақтан ғана таныстырып қана кеттім. Мысалы, тілге деген талабы өте жоғары емес, одан сырт қаржыға деген талабы да өте жоғары емес. Жаңа сіз үйрену тарихыңыз, қолыңыздағы дипломыңызға дейтін үлкен талабы да жоқ. Енді бір қиыншылық көп адамдар үшін біраз қиын болатын жағдай, бұл жерден бір job offer алу, қызмет орынның бір offerын алу. Бірақ та ол мүмкін істеуге келмейтін, жұмыс істеуге келмейді. Сіз өзіңізде біраз ағылшын тіл білетін болсаңыз, қалайдан job offer алуға болады, қайсы бұл өлкедегі кімдерге хабарласуым керек, қай жерде олар employerдар, жаңа жұмыс берушілердің сайт бар ма деп осындай сұрақтарыңыз бар болатын болса, комментарийға жазыңыз, соған қатысты бір видеода өте жақын шығарып айтатын боламын. Бүгінгі видеомыз осы жерге шейін. Әрине, бір айта кетер, лайк басыңыз, комментарийға сөздеріңіз қалдырыңыздар. Бұл каналдың дамуы үшін әрине менде сіздерге тіпті көп видео шығара беру үшін сіздердің қолдауларыңыз керек. Біздің шығарып жатқан осы видеолардың сізге қызықты болатын болса, тіпті көп адамдардың алдына баратын. Әрине, әрбір адам иммиграция жасағысы, басқа мемлекетке шыққысы келмейді. Бірақ та қандай себептен болмасын, осындай information іздеп жүрген адамдардың алдына бару үшін сіздің қолдауыңыз керек. Сонымен сізбен бірге болған Анара, нұрақан қызы. Келесі кездескенше сау саламат болыңыз. Рахмет.